Білесіздер ма? Сол нәрсе қалды ма, қалмады ма білмеймін. Молдалар білетін шығар. Бірақ біздің қазақта сондай сөз болатын. Дүниеде пәк, таза, намыспенен өткен әйел кісі дейді. Жуып жатқан әйелдің қолын қағып жібереді дейді. Өлген әйел. Сондай кездер болған бізде. Бұл біздің қазақта соны бар нәрсе дейді. Сол нәрсе болған. Өзінің арын, намысын сақтап, солай дүние салған әйелдер. Сондай сөз айтады біздің қазақ атамызда. Жуып жатқанда әурет жеріне келген кезінде қолын қағатын болған дейді кейбіреулер. Қорқып кететін. Мынау не бұл деп. Бауырлар, өзінің намысын сақтау. Мына қазіргі опасыз заманда, опасыз адамдардың арасында заман емес. Өте ауыр, бауырлар. Қанша қарындастарымыз бар, ар намыс ұят дегенді білмейтін. Жаз келе жатыр, әуретін жаппайтын. Қанша атана бар, өзінің қызын жалаңаш қылып сыртқа шығарып қоятын. Тойға апарса, әдемі қылып жалаңаш қылып шығарып апарады, той көрсін менің қызым деп. Әйелдер бар, жалаңаш киінеді сыртқа шығып. Сөйтіп басқа еркектер көз салу үшін шықтың ба, сонда десе тағы намыстанады. Мен әдемі болып шықтым, жұрттар маған қарау үшін емес дейді. Сонда әдемілік деген тыр жалаңаш болу екен ғой. Бауырлар, біздің Қазекең Қыпшабел деп суреттеген қыздарымыздың киімдерін зерттеген кісілеріміз айтады. Я, сол киімдерді музейлерде зерттеген кісілер айтады. Қыпшабел деп суреттей береді, ол тілде ғой. Бірақ қазақтың қыз келіншектері өзінен 1-2 размер артық киім киген дейді, көйлек киген дейді. Белдері өзінің белінен 1-2 размер жоғары тұратын, артық болатын дейді. Түсінесіздер ме? Бұны зерттеген адамдар айтады. Музейдегі зерттеушілеріміз айтады. Киім дизайнерінен естім де мен бұны. Қазақы киім дизайнының білімін, оқуын оқып жүрген кәдімгі зерттеуші мұғалима кісілер айтады осылай деп. Көзімізбен көріп осындай біліми, ғылыми тексеру жүргіздік. Қазақтың қыз келіншектері өзінің киімін кигенде үстіне 1-2 размер артық көйлек киетін дейді. Үстіне тылт етіп киетін хижаб киетіндер де бар. Хижаб киет, бірақ үстіне тылт етіп киет. Бүкіл әуреті көрінеді. Ондай кісілерді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Киім киген жалаңаштар деп айтады. Киімі бар үстінде, бірақ жалаңаш. Сол киімнің де әдісін үйрететін әйелдер өздері де, еркектер де. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Дайюс адам жәннат түгіл, жәннаттың иісін иіскемейді дейді. Ол кім, я Расулалла дегенде, өзінің қызы, әйелі, әпке қарындас, анасын жалаңаш болуына риза болған адам деген. Мен айтпайым соғысыңыздар деп. Жоқ. Бірақ тәлім беру, үйрету, сол дұрыс еместігін түсіндіріп, соған сондай қисық киім кигенге риза болмау мұсылманның міндеті.